Шаңырақтың, отаудың діңгегі қанша нық болса да, еріңіз көзіңізге шөп салама екен деген ой, сізді әйтеуір бір аралайтыны сөзсіз. Тіпті бұл тақырып сан жылдар бойы айтылып, талқыланып келеді. Әрі қарайда жалғасын таппақ. Ал сіз сатқындықтың белгілерін білесіз бе? Тәулігіне 24 сағат. Жұмысы көбейіп, үнемі кешігетін болды. Үнемі қолы тимей жүреді. Естуге ауыр болса да, өкпелемейміз. Өйткені ол сіз үшін баласының қамышын жұмыс істеп жүр. Бірақ психологтардың басым бөлігі ол күйеуіңізге мұқият назар аударудың белгісі деп түсіндіреді. Отбасылық дәстүрлер. Бұрын біліп жүрген отбасыңызға ортақ қуанышты күндерді кенеттен ұмытты ма? Оның себебін қанша жерден жұмысбастылыққа әкеп тіресе де, бәрібір көңіліңнің басқа жаққа ауатына байқалады. Шектен тыс тазалық. Табалдырықтан аттай сала, сіздің құшағыңызға емес, бірден жуынатын бөлмеге, ваннаға аттанады. Шеде қанша суық, қанша ыстық болып тұрса да, кейде қол жууды ғана сылтау ете салады. Бұл тердің иісінен ұялып емес, сезіп қояма деген үреймен жүреді деп ойламайсыз ба? Қолынан телефоны түспейді. Абонент орталықтарынан SMS хабарламалар келгіш болып кетеді. Жұмысындағылар хабарласып қалуы мүмкін болған соң, қолынан ұялысын тастамайды. Тұтқаға қарағыштап, елеңдеумен жүреді, не телефонды мүлде сөндіріп тастайды. Қызығушылығы жоғалады. Бұрынғы айтылған әңгімелеріңізді ұмытып қалады. Есіне түсіруге ерінеді. Ол үйге келгенде айтатын әңгіме болмай, сөздеріңіз не жаңалық деген сұрақтан әрі асалмай қалады. Күйеуіңіз өзімен өзі тұйықталып, оңаша ойланып, не ұйықтағансың айтантып, жатқанды ұната бастайды. Түйме дейді, түйедей етіп. Күйеуіңізді үй ішіндегі болмашы жағдайлар тез ашуландырып, жоқ жерден ұрыс шығарғыш болып кетеді. Бұрын әзілге айналатын еркеліктеріңіздің аяғы ренжісумен аяқталады. Жараса ма? Айна алдында ұзақ тұруды әдетке айналдыруда. Ұзақ жуынып, ұзақ қырынып, үнемі таза әрі еркін киінуге ұмтыла түседі. Соңғы үлгідегі киімдерге қызығып, жаңа киімдер алады. Күнде үйден шығарда қалай болып тұрмын деген сұрақты қоюы мүмкін. Немқұрайлық. Бұрынғыдай жаңалықтармен жарыса бөлісіп, бір тақырыпта ұзақ талқыламайсыздар. Өзіңіз қойған сұрақтың бәріне де білмеймін деген жауап аласыз. Не иығын қиқаң еткізеді. Осы белгілерді байқасаңыз, күйеуіңізді өзгертуге емес, өзіңіз өзгеруге ұмтылыңыз.